Аязат. Ақшақарсыз Аязатымыз келе жатыр. Ой, тамаша. Қош келдің Аязата. Амансыңдар ма? Сәлематсыңдар ма? Қайырлы таң, көргенше Қайырлы таң, ұлым Нұржан, балауса қызым, сәлематсың ба? Мән еткен кереметсіңдер, әдемісіңдер. Кеше ғана кішігірім балалар жүгіріп жүретіндер, бүгін міне ер жетіп, үлкен азамат болыптар менің немерелерім. Келе жатқан жаңа жыл мерекеміз баршамызға құтты болсын. Құрметті көрермен, тікелей эфирде баршаңызды құттықтап, бізді құттықтап қайырлы Қазақстан бағдарламасына Аяз атамыз да келді. Қош келдіңіз. Көргенге қуаныштымыз. Аяз ата бірден келгеннен балауса жаңа жылдық бір не болды ма? Бірден жаңа жылды есімізге түстік, есімізге түсіп кетті. Бірден Аяз ата, енді сіз өзіңіз өзгермепсіз. Айтып жатсыз, біз енді өсіп кеттік деп, бірақ сіз баяғыдай сол баяғыша ұзын ақ сақалыңызбен осылай келіп тұрсыз. Иә, әр жыл сайын сізді күтеміз, көргенімізге өте қуаныштымыз. Аяз ата, Ақшақар қайда? Ақшақар енді олам бұл жылы Ақшақар демалып жатыр. Өзім келдім, сендерді құттықтаймын. Аяз атаның сыйлықтары да бар, құрметті көрермен. Өздеріңіздің Аяз атаға дайындаған бір ерекше тақпақтарыңыз, қызықтарыңыз болса, Аяз атамен болған қызықтарыңыз болса, біздің WhatsApp номерімізге жазуды ұмытпаңыздар. Біз дәл қазір осы жерде оқып, Аяз атамен бөлісеміз. Ал Аяз ата, дәл қазір не істейміз? Ал енді балауса Нұржан, мен сендерге арнап бір ойын ұйымдастырып жіберсем, қалай қарайсыңдар? Әрине. Так, балауса келе ғой қызым, сен маған көмектесесің. Мынау менің қабымның ішінде. Не бар екен Аяз ата ойынға арналған әдемі бір затым бар. Мынау мен қабымды қояйын. Лентаның бәрін істейміз. Я бір шетін сен ұстай ғой. Бір шетін, Сізді жауып мен соғым кесеге жатсыздар ма? Енді Нұржан ұлым қазір сен өзің осы ойынды бастайтын боласың. Жақсы, мен не істеу керекпін ол ойында? Балауса, екеуміз осы жіптің екі шетінен ұстайтын боламыз. Ал Нұржан, сен жіптен төмен қарай өтетін боласың. Неғұрлым төмен түсірген сайын, сен өтуге тырысатын боласың. Осыдан төмен түсірмейтін сияқтысыз. Әрине, сыйлықсыз қалай? Құрметті көрермен, маған қолдау білдіріп қойыңыздар. Біздің операторымыздар, әріптестерім де. Балауса Ақшақар, Аяз ата, ал кеттік көрейік. Ал Нұржан. Мен астынан бүйтіп өтіп кетсем Әрине, әрине. Өзің білесің қалай. Жақсы. Ой, бәрекелді. Өмірімді бір жерде ойды ойнап мен. Жаман емес. Ал балауса екінші рет. Тапсыреміз ба? Түсіріп көрейік енді. Енді Әрине. шашыреміз. Қараңыздар. Нұржан. Ой, бәрекелді. Керемет. Керемет. Енді үшіншісі, иә? Иә. Қанекей, қиындатып көрейік. Қане Нұржан. Ұлым, қанекей. Болады. Саған сенем. Ал. Ой, бәрекелді. Бәрекелді. Керемет, иә? Өтті ғой. Осы жаста келіп таңнан Аяз атамен бір ойын ойнағанның өзі ерекше екен. Расымен де бір таңғы жаттығулай болды. Аяз атаға алғысымыз, қандай сыйлық бересің маған? Ал Нұржан, сенің сыйлығың ертең осы 1 желтоқсан күні түнгі 12-де жаңа жылдық шыршаның астында міндетті түрде күтетін болады. Болды, міндетті түрде осы ойын үшін сыйлығымды аламын. Сізге алғыс білдіреміз, Аяз ата. Енді құрметті көрерменіміз, Аяз атамен сұхбатымызды, қызығымызды әлі жалғастырамыз. Дәл қазір бізде осы астрологтар келе жатқан 2023 жылға өздерінің болжамдарын айтады, жылға болжам айтады. Бірге көрейік. Енді құрметті көрермен, тікелей эфирде қайырлы Қазақстан бағдарламамызды жалғастырамыз. Аяз атамен ойын ойнадық. Ақшақар арқасында бүгін балауса болды. Енді сұхбаттасамыз. Иә, енді Аязда барымызға де қызық. Жалпы қазір балалар осы Аяздаға сенбейтін балалар көбейіп бара жатқан сияқты, қазір. Енді қазіргі заманда сенбейтін балалар бар, бірақ дегенмен бұрынғы жылдардағыдай қарағанда балалар бәрібір сенеді, бәрібір күтеді мені. Сондықтан да мен оларға асыға әрине жүгірем. Және де олардың сыйлықтары да қазір қиындалып кетті. Енді сыйлықтары әрине бұрынғыдай кәмпит сұрау жоқ қазір. Олардың ең былай бағалы қымбат сұрайтын сыйлығы әрине iPhone 14. Соны алуға тырысамыз енді қайтеміз. Бұған қоса меніңше осы қазіргі кезде инфляцияға байланысты сыйлықтарды енді азайып кеткен жоқ па сізде? Жоқ енді қызым, тырысамыз енді балалардың көңілін көтеру үшін барлығын жаңа тырысамыз. жылға дайындық қашаннан басталады? Қалай басталады? Мынау костюм тігу бар, жаңа алу бар, оның сақалдың өзінде. Әрине, енді жаңа жылға дайындық бізде сол желтоқсан айы кіре салысымен дереу
кірісеміз. Осы киімдердің барлығын тігуге. Әрине бұл оңай шаруа емес. Өзіміз тігеміз. Әрине бұл мерекеде балаларға бір үлкен қуаныш сыйлайтын, бір сиқырға сенетін сәт болатын сияқты, иә? Бұл әрі балалық шақтың белгісі деп айтсақ болады. Енді бүгін құрметті көрермен біз ересектерге де сыйлық сыйлаймыз, балаларға ғана емес. Өздеріңіз білетіндей, біздің байқауымыздың қорытындысы бүгін белгілі болды. Иә, Аяз ата, біз осы желтоқсан айы басталғанның 5-нен бастап көрермендерге арнайы дайындаған ойынымыз, сыйлығымыз болған. Ол үшін Instagram парақшамызда біздің арнайы дайындалған пост, соның астында өздеріңіз Қайырлы таң бағдарламасын не үшін көресіздер, не үшін жақсы көресіздер, соның барлығын пікірмен ұзақ қолдырып, жақсы қолдырып жазыңыздар. Соның ішінен таңдап 30 желтоқсан күні біз сыйлықты береміз деген. Сыйлыққа ұялы телефон болатын. Соның жеңімпазын анықтадық. Ой, бәрекелді, кім болды екен? Иә, жеңімпазын таныстыра кетсек, бұл Samsung телефоны Нұрғали есімді 8 жастағы балақайға бұйырды. Мәссаған, менің немереме бұйырыпты ғой телефон. Құттықтаймын шын жүректен. Иә, енді Нұрғалидың атасы мен әжесі осы біздің бағдарламамыздан көрген кеңесті пайдаланып алма ағашын отырғызған екен. Осыдан алған өнім жайлы өздерінің жаңағы пікірін жазып қалдырған екен. Ал аспаздың кеңесімен Нұрғалидың әжесі ас әзірлейді екен, күнделікті біздің эфирде көрсететін. Біздің байқау туралы жазбамызға Нұрғалидың қалдырған комментарийынан мен үзінді оқып берейін. Мен көбінесе атамның қасында жүрем. Атам өте күшті адам. Атама жаңа жылға телефон сыйлайын деген келген. Ендеше Samsung ұсынған смартфонды құрметті көрермен осы бір Нұрғалидың тілегі үшін Нұрғалидың атасына, яғни сыйлық ретінде беретін боламыз. Міне Су жаңа ұялы телефон бізден құрметті көрермен жаңа жылға сыйлық Нұрғалиға. Нұрғалидың туған жері туралы ақпарат жоқ екен, тек номері және ата-апасының есімдері бар. Біздің редакция өздері хабарласып сіздерге жолдайтын болады. Жаңа жыл құтты болсын, Нұрғали телефоның құтты болсын. Біздің бағдарламаны ендігі жылда міндетті түрде күнделікті көріңіздер. Пайдалы кеңестерді бөлісіп, сіздер үшін түрлі ақпараттар дайындауға біз әзірміз және де ұсынамыз оны. Иә, енді естеріңізге сала кетейік, осы жерде Нұрғали қазір бізді көріп отырса, міндетті түрде осы телефонға алу үшін бізге тікелей байланысқа шықсаңыздар болады. Енді Аязда балаларға тілегіңізді айтсаңыз. Ал енді менің сүйкімді де әрине ең ақылды менің балақайларым, немере ұл қыздарым, баршаларыңды осы сәтті пайдалана отырып, Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасын пайдалана отырып, келе жатқан жаңа 2023 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Балалар ғана емес, сондай-ақ олардың ата-аналары, ата-әжелері, менің балаларым, немерелерім болады. Баршамызға жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Жаңа жылда бақ, береке, ырыс, ынтымақ тілеймін. Сіздерге аманшылық тілеймін. Әрқашан осылай құлпырып, жадырап, жайнап жүре беріңіздер. Алғыс білдіреміз, Аязда айтқаныңыз келсін. Ал енді құрметті көрермен, әр ел жаңа жылы өзінше тойлайды. Осы мексикалықтар өте ерекше тойлайды екен. Дәл қазір осы мереке жайында осы мексикалықтар қалай тойлайды екен, осы туралы дайындаған бейнематериалымыз бар. Назарыңызға ұсынамыз. Енді ұсынбас бұрын Аяз ата сізге рахмет, және де біздің бағдарламаның атынан сізге дайындаған сыйлығымыз бар. Бізден сыйлық. Тек Аяз ата ғана сыйлық бермесін, бізден де сыйлық болсын дедік. Бірінші рет алып отырған немерем. Жаңа жылдар жүздесек, енді құрметті көрермен, жаңа айта кеткен балаусаның әр елдің жаңа жылы қалай тойланады бірге көрейік.